Қош келдіңіздер. Бүгінгі бейнемізде біз тарихтағы ең ақылды қылмыскерлердің бірі Адам Уорд туралы айтамыз. Бұл адам 19 ғасырда өмір сүрген және оны қылмыс әлемінің Наполеоны деп атап кеткен. Оның қылмыстық жолы көптеген аңыздарға толы. Ол өз заманының ең қауіпті және қулыққа толы қылмыскерлерінің бірі саналды. Бірақ оның қылмыстары ешқашан зорлық-зомбылыққа толы болмаған. Бүгін біз Адам Уордтың өміріне терең үңіліп, оның қылмыстық әлеміне қалай танымал болғанын, қандай қылмыстар жасағанын және оның аты неге мәңгілікке есте қалғанын анықтаймыз. Адам Уордтың балалық шағы қарапайым болды. Ол 1844 жылы Америкада кедей отбасында дүниеге келген. Балалық шағы қиыншылықтармен өткен, бірақ сол қиындықтар оны ерік-жігерлі, тапқыр және алғыр адамға айналдырды. Ол өмірде биік жетістіктерге жетуді армандады, бірақ бұл армандар оны өзгеше жолға салды. Жас кезінде азаматтық соғысқа қатысып, көптеген қиындықтардан өтті. Соғыс оған қатаң өмірдің сынақтарын көрсетті. Бірақ ол мұның бәрінен аман шығып, өз өмірін өзгертуге шешім қабылдады. Соғыстан кейін ол өз мақсатын айқындап, қылмыстық әлемге аяқ басты. Бірақ Адам Уордтың қылмыскер ретіндегі ерекшелігі әрбір әрекетті мұқият ойластырып, бейбіт түрде жүзеге асыратын. Ол зорлық-зомбылыққа ешқашан жол бермейтін. Бұл оның өзгелерден басты айырмашылығы болатын. Соғыстан кейін Адам Уорд Еуропаға қоныс аударды және сол жерде өзінің қылмыстық жолын кеңейте түсті. Ол Лондонда үлкен қылмыстық топ құрды. Уордтың серіктестері банктерді тонап, асыл заттарды ұрлап, оның тапсырмаларын дәлдікпен орындайтын. Уорд әрқашан өз ісін мұқият жоспарлайтын, сондықтан полиция оны ұстай алмайды. Лондонда жүргенде ол қылмыстық әлемінің нағыз шеберіне атанды. Уорд тек өзіне сенімді адамдармен ғана жұмыс істейтін. Бұл оған өз жоспарын жүзеге асыруға көмектесті. Оның топтағы әрбір мүшесі өз міндетін нақты орындап, қылмыстарын зорлықсыз жүзеге асыратын. Адам Уордтың ең атышулы қылмыстарының бірі 1876 жылы атақты Дэвишон герцогиняның портретін ұрлауы болды. Бұл портрет сол кездегі Англияда ең қымбат өнер туындыларының бірі саналатын. Уорд бұл қылмысты аса шеберлікпен орындап, портретті ұрлап шықты. Полиция бұл ұрлықты жасаған адамды таба алмады. Бұл оқиға Уордтың беделін одан әрі арттырды. Ол бұл ұрлығы арқылы өз мүмкіндіктерін көрсетіп, қылмыс әлемінде аты шықты. Бірақ бұл портретті ол ұзақ уақыт бойы сақтап, кейін келіссөз жүргізу үшін пайдаланды. Осылайша Уорд өзінің қылмыстық әлеміндегі ерекше данышпандылығын тағы да бір рет дәлелдеді. Адам Уорд өз заманының ең ақылды қылмыскерлерінің бірі болды. Ол ақшасы көп банктерге, бағалы бұйымдар сақталған орындарға шабуыл жасау арқылы көп пайда табатын. Бірақ оны қарапайым ұры деп атауға келмейді. Әр қылмысын жоспарлап, оны ешкімге зиян келтірмейтіндей жүзеге асыратын. Оның әрекеттері айналасындағы адамдарды таңғалдырды. Сол кездері Лондонның құқық қорғау органдары оны ұстау үшін көптеген шаралар қабылдады. Бірақ Уордтың қулығы оларды үнемі алдап кететін. Оның басты ерекшелігі әрдайым өзі туралы ақпаратты жасырын ұстайтын және адамдарға қауіп төндірмейтін. Оның әрекеттерінен кейінгі іздерді табу өте қиын болатын. Оның арқасында Уордтың беделі Лондондағы басқа қылмыскерлердің арасында тез таралды. Адам Уордтың ұзақ жылдар бойы құқық қорғау органдарынан жасырынғаны оған қылмыс әлемінің Наполеоны деген атақ әперді. Ол үнемі бір қадам алда жүріп, ешкімге ұстатпайтын. Лондон полициясы оны ұстай алмаса да, оның әрекеттерінен кейінгі іздерді зерттей отырып, оның ізіне түсуге тырысты. Уордтың қашып жүрген жылдары оған көп нәрсені үйретті. Ол әрдайым жасырын әрекет ететін, ешқашан бір жерде ұзақ тұрмайтын және ең сенімді адамдармен ғана жұмыс істейтін. Адам Уордтың империясы ұзақ уақыт бойы тұрақты болды. Бірақ уақыт өте келе оның серіктестерімен байланыстары бір-бірімен қақтығысуы оның әрекеттеріне нұқсан келтірді. 1880 жылдары Уордтың жақын серіктестері арасында сенімсіздік пайда болды және полиция олардың байланыстарын зерттей бастады. Олардың бірі ұсталып, Уорд туралы ақпарат беруге мәжбүр болды. Бұл жағдай құқық қорғау органдары үшін Уордты ұстауға үлкен мүмкіндік берді. Уорд өзі құрастырған жоспарлардың іске асуын тоқтатпады. Оның мақсаттары бұрынғыдай қылмыстық әрекеттерде емес, өзінің қауіпсіздігін қамтамасыз ету болды. Ол бірнеше рет жаңа серіктестермен жұмыс істеуге тырысып,
бірақ ешқайсысы оның сеніміне кіре алмады. Полиция әрбір жаңа қадамды бақылап отырды. Сол кезде Уордтың өмірінде маңызды оқиға болды. 1885 жылы Лондон полициясы оның тобына шабуыл жасап, бірнеше серіктестерді тұтқындады. Бұл жағдай Уордтың империясының негіздерін шайқалтып, ол бұдан былай Лондонның криминалды картасында бұрынғыдай билік жүргізе алмады. Уордтың беделі төмендеп, қылмыстық әлемде өзін-өзі сақтау қажеттілігі туындады. Ол жаңа жоспарларды құрып, ескі байланыстарын жойып, жаңа серіктестерімен жұмыс істеуге мәжбүр болды. Уордтың өміріндегі барлық қиындықтарға қарамастан, ол өзіне сенімді болып қала берді. Ол адамдармен жақсы қарым-қатынас орнатып, көбінесе сенімділікті жоғалтпау үшін әрекет етті. Уорд өз тәжірибесі мен тапқырлығын пайдаланып, өзінің мақсаттарына жетуге тырысты. Бірақ соңғы кезде оның моральдық нормалары мен адамгершілік тұрғысынан сұрақтар пайда бола бастады. Уорд қашанғыға дейін өз мақсаттарына жете алатынын, қандай жолмен жүретінін ойланды. Тек қана қаржылық пайда емес, сонымен қатар өзінің беделін сақтау оның негізгі мотивациясына айналды. 1890 жылдары Уорд тұтқындалуға жақын қалған сәтте ол қорғануға кірісті. Уорд құқық қорғау органдарының тексерісінен құтылу үшін бірнеше күрделі жоспарларды жүзеге асырды. Ол басқа елдерге қашып кетуге дайындалып, халықаралық байланыстарды орнатты. Оның жоспарының сәтті жүзеге асуы үшін Уорд көп уақыт бойы өзінің ізін жоспарлап, адамдармен шынайы қарым-қатынас орнатуға тырысты. Уорд көптеген жоғарғы лауазымды тұлғалармен байланыс орнатып, полицияның назарын басқа бағытқа бұруға тырысты. Оның басты мақсаты уақытты ұту және өзіне қауіпсіз жер табу. 1893 жылы адам Уорд тұтқындалғанда, оның өмірі толықтай өзгерді. Түрмеге қамалғаннан кейін оның тәуелсіздігі мен бұрынғы қарым-қатынастары жоғалып кетті. Бұл кезеңде ол өзінің өткен өміріне, қылмыстық мансабына ойлана отырып, өз әрекеттерінің салдарын түсінді. Уорд бұрынғыдай мықты, данышпан бейнесінде болмады. Түрмеде отырғанда ол қоғамдық жүйенің әділдігіне, заңдардың тиімділігіне сенбейтін болды. Түрмедегі күндер оның психологиялық күйіне ауыр соққы болып, одан сайын шегінуге әкелді. Алайда ол үнемі бұрынғы жағдайын еске алып, өзінің өмірін жақсартуға тырысты. Уорд түрмеде болған жылдар кезінде басқа тұтқындармен байланыс орнатып, оларға өзінің өмірі туралы әңгімеледі. Өзінің өмірі мен жасаған қателіктері жайлы айтқанда, басқа тұтқындар одан сабақ алуға тырысып, өздеріне сенім артып, жаңа өмір бастауға ниеттенді. Уордтың өмірі олар үшін мотивация болды. Олар оның өмірін үлгі ретінде қабылдады. Осылайша адам Уорд қылмыстық әлемнің шындығын және оның нәтижелерін түсінуге мүмкіндік алды. Түрмедегі өмірі оған жаңа білімдер мен тәжірибе жинауға көмектесті. Уорд өзіне қойған сұрақтарға жауап іздей отырып, қылмыстың түпкі мәнін түсінуге тырысты. Түрмеден шыққаннан кейін адам Уордтың алдында жаңа мүмкіндіктер ашылды. Ол ескі байланыстардан бас тартып, жаңа өмірге кірісуге шешім қабылдады. Бірақ ол бұдан былай қылмыстық өмірмен айналыспауға, қоғамға пайдасын тигізуге тырысты. Бұл кезеңде ол өзін-өзін тәрбиелеуге, жаңа білім алуға, өз қабілеттерін дамытуға бағыттады. Уорд өз өміріндегі моральдық тұрғыдан дұрыс шешімдер қабылдауға тырысып, жаңа достар мен әріптестермен қарым-қатынас орнатты. Ол өзінің қателіктерінен сабақ алуға, олардың түзеуге және бұрынғы өмірінің қайталанбауын қамтамасыз етуге тырысты. Адам Уордтың тарихы күрделі. Ол қандай қылмыскер болмасын, оның адамгершілігі оны ерекше етті. Осы видеоға лайк басып, арнаға жазылыңыз. Келесі видеоларда тағы да қызықты тақырыптарды талқылаймыз.